Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, аман есен, отбасыларыңыз бүтін. Ояндыңыздар ма? Сіздермен бірге мен. Бүгінгі тақырып таңда ерте тұру болды. Жалпы бұрыннан бері жоспарлап іске аспай жүрген істеріңіз болса, бірдеңені жаңағы ретіне келтіре алмай жүрген болсаңыз, буындарыңыз ауырып, өзіңізді мыж-тыж сезініп, күніңіз жайсыз, көңіл күйіңіз төмен болып, ештеңе істеуге зауқыңыз соқпай жүрген болса, қарапайым ғана әдіс ерте тұруды қолға алыңыз. Ерте тұру арқылы сіз таңның қандай нұрлы шапағат екенін, таңда адамдардың басқалар ұйықтап жатқанда ерте тұрып жүрудің қаншалықты әдемі екенін сезінесіз. Таңның иісі, құстардың дыбысы, әлемнің, тіршіліктің оянған сәтін өз көзіңізбен көру енді керемет ғажап. Сондықтан әрбір таңда ертерек тұрыңыздар. Жалпы таңда тұру арқылы сіз не істей аласыз? Көптен бері армандап жүрген, бітіре алмай жүрген ісіңізді жоспарлап істеуіңізге уақыт табасыз. Өйткені таңғы уақыт өзіңізге арнайтын болсаңыз, өте берекелі болады екен. Таңда үйше Алла тағала ырзық несібе жібереді екен. Сонда барлық тіршілік иесі, барлық тіршілік тіпті құмырсқадан бастап сол ырзыққа тарасады екен. Кім ояу болса, сол адам ырзықты молырақ алады екен дейді. Сондықтан бұл менің ғана сөзім емес, әлемде жетістікке жеткен бай тұлғалар және де жан жағынан жазушылар, ақындар, спорт чемпиондары, және әлемде өте қоғамға белсенді, осы біздің өмір салтымызға үлесін қосқан қаншама тау тұлғалардың барлығының бір ең үлкен қарапайым құпиясы, қашан өздерінің жетістіктің шыңында көре бастаған, таңда ерте тұруды қолға алғаннан. Олардың барлығы ерте тұрған. Ерте тұру арқылы өздеріне уақыт арнаған. Ерте тұру арқылы денсаулықтарын қалыптарына келтірген. Ерте тұрып, жүріп, жүгіріп, серуендеп, табиғатты тамашалап, өзіңізге қарап, сымбатыңызды қалыптастырып, буындарыңызды, аяқтарыңызды жаңағы қозғап, қанайланыңызды жақсартып, солай істейтін болсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Және де карьерада өскіңіз келсе, өзіңіздің бірге жұмыстайтын адамдарыңыз жаңағы 9-да 8-де тұра сап жұмысқа келгенде сіз уже 2-3 сағат бұрын жоспарыңызды құрып, уже барлық дүниеге дайын боласыз. Сіздің өсіп пісуіңізге, барлық дүниені тиянақты жасауыңызға да осы таңда тұру өте үлкен көмегін тигізеді. Үшінші, таңда тұру арқылы сіз энергияңызды толықтырасыз. Таң өзі адамға энергия құйып береді. Қазіргі заманда энергияның маңыздылығы өте зор, білесіздер. Ал энергияңыз тасып жүрсе, сіз жан жағыңызға шуағыңызды шашып жүресіз, жайнап жүресіз, жарқырап жүресіз. Сол арқылы сіздің айналаңыз нұрланып жүреді. Сіз өзіңізді оята алмай жүрмейсіз. Сіздің денеңіз, жаныңыз, тәніңіз ояу жүргеннен кейін сіздің көкірек көзіңіз ашыла бастайды. Сіз жан жағыңызды басқаша көре бастайсыз. Сол арқылы сіз өзіңізді үлкен жетістіктердің табалдырығына апарасыз. Сондықтан ерте тұруды әдетке айландырыңыздар. Тіпті кітап оқимын деп оқи алмай жүрген болсаңыз, бірдеңе бастаймын деп бастай алмай жүрген болсаңыз, таңда тұру арқылы өзіңізге 2-3 сағат арнап, сол нәрселерді жүйелеп істеп алуға болады. Және де сіз өзіңізді ерекше бір өзгелерден ерте тұрған кезде өзіңізді бір пысық сезінесіз. Сол сезім сізді өмір сүруге, құлшынысыңызға жаңағы арттырады. Стресс, депрессия деп мыжып отырмайсыз. Таңда тұрып бір кесе ыстық су ішудің өзі, соны сезінудің өзі үлкен ләззат. Сіз әрбір дене мүшеңізді сезінесіз. Жүріп келе жату арқылы қандай бір қуанышты сезінесіз. Сондықтан мен де осы ерте тұруды қолға алдым. Ерте тұру арқылы мен 10 күндей болып қалды ғой. Қаншама уақыт жүргізбеген ютубымды қолға алдым. Таңда тұрып уақыт болады маған спокойно түсіруге. Сондықтан сіздерге кеңес берем. Ерте тұрыңыздар, ертерек жатыңыздар, денсаулықтарыңызды қазірден бастап қолға алыңыздар. Күннен күнге ширап, күннен күнге көңіліңіз көтеріліп, таңның ләззатын сезініп алсаңыз, атып тұрғыңыз келіп тұрады. Өзіңізді бір әдемі сезім билеп тұрады. Өйткені өзгелер ұйықтап жатқан кезде жылы көрпеде сіз тұрып, жүріп, күліп, жаттығу жасап, ойыңызды
өзіңізге жинақтап жәнегі басқаша қарайсыз тіршілікке, тіршіліктің, құстың дыбысын, табиғаттың әдемілігін, кімдер ерте тұрып жүр, таңғы қозғалыс, жәнегі тіршіліктің оянып жатқан сәтін көру өте керемет сезім. Сондықтан таңда тұрыңыздар, таңғысын тілеген дұға тілектерде қабыл болады дейді екен. Күннің шығып келе жатқанда бірге оянсаңыз, сіз ештеңеден қалмайсыз, жаңағы барлық тіршілікке ілесіп кетесіз. Сондықтан таңдарыңыз нұрлы болсын, күндеріңіз шуақты болсын, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бітім болсын. Барлықтарыңызды Алланың разылығы үшін жақсы көремін. Әр таңымызды берекелі қылсын.